Бәрі дұрыс па? Түрін қашып кетті ғой. Төбемнен жай түскендей болып отыр. Bir жаққа бара жатсың ба әлде? Бір жағдайлардан кетіп бара жатсың ба? Адам өз-өзінен қашып құтыла алмайды дейді ғой. Ал мен қашып көруге тырысам. Кейде мен де бұл әлемде қалай өмір сүруге болады деп ойланам. Көп нәрсе түсініксіз болып кетті ғой. Бірақ біздің мына қарбаластар еш маңызды емес. Себебі біздің қиындықтардан да маңыздырақ нәрселер бар. Осы жақтансың ба? Немен айналысасың? Қазір жақсы жұмыс жоқ қой. Қиын. Бұрын немен айналыстың? Жұрттың бәрі секілді майда шүйде тірліктер ғой. Бірақ қазір сол да жоқ. Барлық жерде бәрі жабық. Ал мына жақта керісінше өмір қайнап жатыр. Байқайсың ба? Осындай аудандарда обязательно остановка тұрады. Обязательно 2-3 лам бар, жанында микрокредиттермен бірге. Аптекалар, магазиндер. Бәрі, донер мен самсаны айтпасақ та белгілі. Олар міндетті түрде осы жерлерде бар. Ондай бар енді, Олар осылай кедей аудандарды бөледі. Кейде маған мына өмірді құтқару мүмкін емес сияқты көрінеді. Рас, адамдар өмірдің мәнін жоғалтқан сияқты. Кредит алады, донер жейді. Кредит алады, донер жейді. Қалай ойлайсың? Сонда соңында бізді не күтіп тұр? Түкте күтіп тұрған жоқ. Солай шығар бәлкім. Егер өмір сүруге деген құлшынысың мен мақсатың болмаса. Ал сенің мақсатың бар ма? Білесің бе, бауырым? Дүниенің соңынан қумайтын адамдар бар. Олар ақиқатқа көз жеткізгендер. Мына өмірдің мағынасын ұққандар. Мен өмірге не үшін келгенімді білем. Жоқ, мен өзім келдім демеймін бұл жолға. Маған көмектескен біреу болды. Бос әңгіме бәрі. Сен өмірге келдіңне, кеттіңне, тіпті өліп қалсаң да бәріне бәрібір. Керісінше жақсармаса. Жас кезімде мен де солай ойлайтын. Өмірге керек жоқ адамдай сезінетін өзім. Өзіме, адамдарға, тіпті жаратушыға сенуден қалдым. Бірақ Аллаға шүкір, қазір мен тура жолға келе алдым. Бұрын кім болып жұмыс жасағанымды білесің бе? Заводтың директоры болдың. Оны кейін сенен тартып алмайынша. Жоқ, асыра сілтеп жібердім. Кәдімгі құрылыста жұмыс жасадым. Отбасымда сұрадым. Сосын не болды? Сосын 12 метр биіктіктен құладым. 4 этаждай. Одан 6 ай төсек тартып жатып қалдым. Омыртқам сынды. Ешкімге керексіз болып қалдым. Дәрігерлер енді жүре алмайсың деген. Содан әйелім кетіп қалды. Достарым араласудан қалды. Жұмыс берушілер де хабарласпай қойды. Өзімді бір құздың түбіне түсіп кеткендей сезіндім. Бар болдым. Бір сәтте жоқ болдым. Содан мен қайыр тілеуге көштім. Мешіттің алдында отыратын. Адамдар кеп тиын тебен тастайды. Олар мешітке намаз оқу үшін келеді. Өз күнәларынан арылу үшін. Мен ешкім шаруасы болмайтын. Мен сол кезде түсіндім. Мен өзімнің ешкімге керек емес екенімді. Бұл өмірде
әркім өзі үшін өмір сүреді. Ол ортада маған қайыр жоқ екенін білдім. Бірақ жаны ашитын бауырмал адамдар да бар екен. Олар мына өмірдің мағынасын ұққандар. Оларға мына өмір қызық емес, ақиқатты тапқандар. Сондай адамдардың бірі мені тауып алып, маған көмектесті. Жанымнан өтіп кеткен жоқ. Кім? Құтқарып алған адам кім? Имам ба? Имам емес. Имамдар олар жай тақуалықтың бейнесін ұстанады. Ал әлгі кісі нағыз діндар адам болды. Қалай сонда? Саған ақшалай көмектесті ме? Жоқ. Одан да жақсырақ. Ақиқатты көрсетті. Ақиқат. Кезінде мен де жұма намазынан қалмайтынмын. Бірақ өмірімде түк те өзгерген жоқ. Сол баяғы қаз қалпы. Жоқ, бауырым. Ол жақта отырғандардың бәрі бірдей шынайы діндарлар емес. Сол себепті саған ол жақтан орын табылмады. Ал шынайы сенім деген нәрсе баяғыда ұмыт болған. Сен оны таптың ба? Ол мені сол жолға салды. Сонымен әлгі саған көмектескен адам кім болып шықты? Қандай адам? Брат, мәселе ол адамда емес. Ол маған тек жол көрсетті. Ал сол жолда мен жүздеген, тіпті мыңдаған бауыр таптым. Өміріңде ақиқат үшін, ортақ іс үшін, сен үшін жанын беруге дайын адамдар жолықтырдың ба? Әзірге мен жолықтырған адамдардың барлығы қалай қиындыққа тап болсам бірден бастарын ала қашатын адамдар. Ондай жағдай менде де болды. Ондай кезде екі ақ жол бар. Біріншісі ішімдікке салынып, өз өміріңді құртып, өліміңді күтіп жату. Ал екіншісі мықты болып, жаратушыға өміріңді тәуекел етіп, өмірдің мәнін табу. Бауырым, кейде өміріңде бір нәрсені өзгерту тым кеш. Брат, демің тоқтағанда ғана кеш болады. Ал ақиқатты өміріңнің соңғы сәтінде де табуға болады. Сен қазір пойызға отырғаннан кейін сенімен не болатынын мен білмеймін. Бірақ осында қалсаң, сені не күтіп тұрғанын анық білем. Қарасам, өз-өзіңді жоғалтып алған сияқтысың. Ештеңе етпейді, ондай менде де болған. Өзіңе мүмкіндік бер. Мен саған өзімді өзгерткен нәрсені көрсетейін. Керек десең тіпті қазір-ақ апара алам. Қазір? Сен менің бауырымсың. Мен сені мұндай сәтте тастап кете алмайым. Брат, ана жерден тоқтай аламыз ба? Міне заправкаға кіріп кетейік, заправка. Не? Туалетке кірем де шығам. Міне осы жерден. Міне осы жерден бұрыл. Қазір келем. Алло, шеф. Біз іздеген адам дәл өзі ғой. Мен жіберген жазбаны тыңдай беріңіздер, бәлкім бір нәрсе шығып қалар.
Иә, 100% сенімдім. Бұл оңбаған адамдарды жолда алдап өзінің қақпанына түсіреді. Жоқ, шеф. Шеф, егер біз олай істейтін болсақ, бір оқпен екі қоянды ата алмай қаламыз. Бізге тәуекелге бару керек. Ол маған өзінің жетекшісін таныстырғысы келіп отыр. Че там? Бәрі жақсы ма? Ойлап тұрсам, біраз адам менен теріс айналыпты. Өзімде көп қиындық көргем. Ал енді мынандай ұсыныс тастап отырсың. Демек, шешім қабылдадың ғой. Дұрыс. Оның дұрыс болды, бауыр. Айтпақшы, олар мені қабылдай ма? Сен біздің шынайы бауырымыз болсаң, әрине қабылдайды. Шынайы бауыр. Олар немен айналысады? Жалпы, қалай өмір сүреді деген ғой? Отбасы ғой, брат. Бір отбасы сияқты. Кейбіреуінің ортақ шаруалары бар жаңа. Бірақ біздікілер бір-бір үшін соңына дейін барады. Олар көп пе? Жетерлік. Ал ақша жағы қалай? Әркім өз үшін бе, әлде ортақ бір шаруалар бар ма? Жоқ, әртүрлі. Кейбіреулер енді саудамен айналысады, құрылыспен айналысады. Кейбіреуінің ортақ шаруалары бар дегендей. Иә. Ал егер біреу бас тартса ше? Түсінбедім. Енді ол адам бұл жолдың оныкі емес екенін түсінсе, қалай болады дегенім ғой? Брат, қайдағыны айтпашы. Ақиқатты білген адам бас тартады деп ойлайсың ба? Жоқ, а? Жай енді осы жолды таңдағаннан кейін қайда бара жатқанымды білейін дегенім ғой. Қазір бәрін көресің. Уайымдама. Әлгі адам сені мешітте тапқан. Олына қаланың сыртындағы мешіттерден тапқан сияқты ғой. Себебі бізде орталық мешіттерде көмек сұрап жүрген адамдар өте көп. Қаланың сыртындағы мешіт алыс емес бірақ. Бізге сол жаққа баратырық, дұрыс. Олардың бәрі сол жерде орналасқан ба? Брат, көп сұрақ қойып кеткен жоқсың ба? Болмай ма не? Жоқ, болады ғой әрине. Қайдан білейін, бағанадан бері саған қызық емес сияқты көрінгені. Қазір миллион сұрақ қойып тастады. Жоқ, енді мен қайда бара жатқанымды білейін дегенім ғой. Брат, өмірде кездейсоқтық деген болмайды. Бәрі бір Құдайдың белгілерімен болады. Солай ма? Мысалы, сен мен машинама жайдан жай отырған жоқсың, оның да бір себебі бар. Кезінде мен де сенбегем. Бәрі біздің маңдайымызға жазып қойған түсінбегенше. Не мынау? Көріп тұрсың ғой не екен? Қайтар телефон. Кімсің сен? Қайтар телефонды дейді. Қайтар.
Жеңіл деп ойлайсың ба не? Астанада ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы операциясы нәтижесінде деструктивті діни ағым идеологиясын насихаттаған тұлғалар тобы ұсталды. Олардың қатарында жеке тасымалдау қызметімен айналысқан, яғни такси жүргізушісі ретінде жолаушыларға қызмет көрсеткен азамат та бар. Арнайы қызмет өкілдерінің мәліметінше аталған топ деструктивті діни идеологияны тарату мақсатында жолаушылармен әдейі діни тақырыптарда әңгіме өрбітіп, радикалды көзқарастарды насихаттаумен айналысқан. Қазір бұл дерек бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Ұсталған азаматтардан радикалды мазмұндағы әдебиеттер мен үгіт материалдары тәркіленген. Құзырлы органдар аталған іс бойынша барлық қатысушылардың жауапкершілігі заң аясында қарастырылатынын мәлімдеді. Мамандар азаматтарды діни сипаттағы күмәнді ақпараттарға сақтықпен қарап, құқық қорғау органдарына дер кезінде хабар беруге шақырады.